Ассалаумалейкум. Дәл осындай төгіліп тұрған әдемі орамал таққыңыз келсе, маған лайк басып, комментарий жасап кетіңіз, ары қарай сізге көрсетемін. Ассалаумалейкум. Бүгін орамал тігетін боламыз. Оған бізге шифон матасы және трикотаж қажет болады. Осы жерде сіздерге керекті нелердің бәрін көрсетіп қойдым. Бисмилля. Бүгін эксперимент жасап көрейін дедім. Арганза шифон мата, соны оверлоктың орнына обработка жасайын дедім. Насадка ауыстырдым, бүйтіп орап не алатын. Одан кейін мына жақта оверлокқа қойдым. Сыға қойдым. Енді көрейік, ал бисмилля деп. Сіз болып, біз болып. Қалай шықты? Керемет, е? Осылай енді мына жақ бетінде айналдырып, осы орамалды тігетін боламын. Трикотажный мынандай мата тігу үшін, мысалы мына Калифорния матасы трикотаж. Бұны тігу үшін мындай инені қолданамын. Бұл осы трикотажға арналған ине бутовой. Вуаля, әдемі осындай төгілген орамал шықты. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий